Сәлеметсіз бе, құрметті көрермен, арнамызға қош келдіңіз. Қазақстан және жаһанда болып жатқан ең соңғы жаңалықтарды алғашқыларға тарында білгіңіз келсе, арна төмендегі бір ғана лайк және подписать етемелерін баса кетуді ұмытпаңыз. Ал онда біз бастадық. 5 адам қаза болды. Қайғылы жағдай Ақтөбе облысында сұмдық жол апатына орын алды. Ақтөбе-Атырау тас жолында болған ірі жол көлік оқиғасы салдарынан 5 адам қаза тауып, бір жолаушы ауыр халде ауруханаға жеткізілді. Қазіргі уақытта мамандар зардап шеккен азаматтардың өмірі үшін күресіп жатыр деп хабарлайды Алаш.кз ұлттық порталы. Облыс денсаулық сақтау басқармасының дерегінше, апаттан аман қалған 33 жастағы азаматтың жағдайы өте ауыр. Ол алған жарақаттарының салдарынан комаға түскен. Науқасқа көмек көрсету үшін санитарлық авиация мамандары тартылып, және де олар қашықтықтан алынған кеңістікте берілді. Қайғылы оқиға Байқалың ауданындағы орталықта Қараауыл келді кентінің жақынының маңында орын алды. Полиция департаментінің мәліметінше, тас жол бойынша БАЗ жеңіл көлігімен ДАФ маркалы жүк көлігі соқтығысқан. Соқтығысты күшті болғаны соншалық жеңіл көлік жүргізушісі, оның 4 жолаушысы оқиға орнында тіл тартты. Бізді тамашалауды жалғастырыңыз, сау саламат болыңыз.